ерекше сабақ, ашық сабағымыз бастайық. Бүгін біздің сабақтағы тақырыбымыз әлем халықтарының наурызды тойлау дәстүрлері туралы болады. Өткен сабақта біз өзіміздің қазақ халқының қалай тойлайтын дәстүрлерін айтып өткенбіз, оны өзіміз білеміз, сендермен бірге оны талдағанбыз сабақта. Енді қазір сабағымызды жақсы бір көңіл күймен бастағым келіп тұр. Қазақта оюлардың өздерінің әртүрлі мәні мағынасы болады екен. Мына қазақтардың қыздары мұрат алып билеп жатады ғой, сол билеген кезде олар осы оюларды да көрсетіп жатыр екен. Қазір оюлар билейді деген неменені бастайық, видео қосып беремін сіздер балалар. Бірге бәріміз билейік, жарай ма? Бірге бәріміз билейік қазір. Мұғалімдер қатысып отырған мұғалімдер де қатысуға болады. Осы билерді бірге билейік. Содан кейін мен қандай елдің туын қойып жатырмын қаптаға, соған келіп отыра аласыңдар. Өздерің қай туды таңдадыңдар, сол бойынша отырыңдар. Туларға қарап отыра алыңдар. Яғни бұдан шығатын қазір қандай мәтінмен жұмыс істейміз, қандай өлеңдермен жұмыс істейміз, видеомен жұмыс істейміз, соның барлығына негіз бойып тауып отырулар керек. Основной мысль. Одан француз тіркестерін беремін, жай тіркестерін беремін, солармен сөйлем құрайлылар керек. Одан кейін етістіктің бюроқұрайын өтіп жатыр, сендермен сол бюроқұрайды қолдана білуіміз керек қалды. Енді дискриптор ұсындым, сендерге алдыларында бәрінде парақта жатыр, әркім өз аты жөнін жазып қойсын, басмейтен жазыңдар, аты жөні, қарты өзінің аты жөнін жазды. Бұл жерде критериялар беріп қойдым, автордың көңілді жүйен негізгі ойын табуды анықтаған 2 балл, тіркестермен транскриптімен толық айтса 2 балл, мәтінмен жұмыс істейді, негізгі табады 2 балл, постер қорғаған, бұл жерде де 2 балл, одан кейін бюроқұрайға 1 балл деп қойдым. Анықтап жазып қойдым, кім бір-біріңді өзара бағалайсыңдар, сол кезде дұрыстап бағалаңдар объективті балалар, иә? Келесі, бүгінгі сөздер, жаңа сөздер тақырыппен кездеседі. Қуаныш деген сөзді білеміз ғой, иә? Радость. Сол синоним шаттық деген сөз бар. Шаттық деген радость деген сөз. Содан кейін түрлі дейді ғой, ол әртүрлі деген сөз. Разный деген мағынада. Дегенмен деген, бұл жерде однако. Иә? Однако, но все-таки деген мағынаны береді. Даналық деген ақылдылық деген сөз. Мудрость деген мағынада. Осы 4 сөз бүгін сендерге берген жаңа сөздер балалар. Келесі, енді өздерінің тұратын аймақта наурыз қалай тойланады. Яғни біз мектепте, ауылда қалай тойланады, осы туралы әңгімелеп айтып көрейік. Кім айтады? Қалай? Біздің мектепте наурыз тойлайды. Ұлттық киімдер киеміз, мектепті безендіреміз, класста дастархан жаямыз, класстастармен дастарханда құрт, бауырсақ, наурыз көже тұрады. Достармен сөйлесеміз. Жарайды, жақсы. Тағы кім айтқысы келеді? Кім айтады дейді тағы? Отырмаймыз, айтамыз қандай? Ал айтамыз. Бұл күнде күнмен түнтенелері. Иә. Тағы да? Және де күнде осы наурыз тойы 22 наурызда тойланатын боламыз. Қай жерде тойлайсыңдар мысалы? Үйде.
Үйде тойлайсыңдар. Батырлар аллеясына барып тойлайсыңдар, иә? Орталыққа. Тағы да қай жерде? Тағы кім айтады? Аяшадан айта ғой. Қане, наурызды қалай тойлайсыңдар? Ол жақта, ол жақта көресіңдер ғой, наурыз тойлайсыңдар ғой. Мектепте тойлайсыңдар, сол қалай тойлайсыңдар, соны айта қойшы. Біз ана жаққа барып, наурыз көже ішеміз. Сосын қыздардың ұлттық киімдегі биін көреміз. Иә. Дұрыс, билейді сахнада, иә? Жақсы, тағы да? Наурыз 13 күн тойланады. 13 күн тойланады ма? Жарайды. Келесі, Мебет, сен де қалай тойлайсыңдар? Айта. Біз ол жерде өте көңілді наурызды тойлаймыз. Өйткені ол біздің қазақтардың ұлттық дәстүрі. Және де біз Батырлар аллеясына барып, әртүрлі киіздердің ішінде кіріп, және тамақ ішіп аламыз. Өткенде дастарханды жайып, ең бастысы бізде дастарханда ол наурыз көже тұрады. Және де әртүрлі тағамдар болады. Ірімшік, құрт, қымыз. Бишілер әртүрлі ұлттық билерді билейді. Және біз көңілді уақыт өтеміз. Қай жерде тамақ ішіп аламыз деген? Киіз үйлерде тамақ ішеміз дейді. Таня, сен неге өтесің? Біздің мектебімізде наурыз өте көңілді өтеді. Біз класстастармен дастархан жайып, ең бірінші дастарханда ол наурыз көже, бауырсақ және құрт тұрады. Біз бәріміз әңгіме айтып сөйлесеміз. Сосын біз екінші этажға барып қараймыз. Қыздар өте әдемі, ұлтты би билейді, ұлттық киім киіп. Маған наурыз мерекесі өте ұнайды. Жақсы, тамаша. Жақсы балалар. Атқар қандай қасиетті күндердің жаратылыс нұрын бөліп жаратқан жылына бір теңелген сәт күнінде. Атқа тиіп алай мен наурызы, атты бір күн наурыз көже маңызы, бойындағы нәрі берген аямай, діни ғаптың адамға қарызы. Олар күнде тауып біз бір етін атқа қандай қасиетті міндеттің жаратылыс нұрын бөліп жаратқан жылына бір теңелген сәт күн мен түн. Аққа тиіп ағайынның ауызы, аттың бір күн наурыз көже маңызы, бойындағы нәрін берген аямай, табиғаттың адамға жоқ қарызы. Жақсы. Қайда Ұлы күнде тауып бізге берген қандай қасиетті міндеттен жаратылыс нұрын бөліп жаратқан жылға бір тәрелген сәт күн мен түн. Аққа тиіп ағайынның аузы, арты бір күн наурыз көже маңызы, бойындыға нәр берген аямай, табиғаттың адамға жоқ қарызы. Дұрыс, жақсы. Ертаңда ұлы күнде тауып мезгіл бірлетін дейді. Ұлы күн дегенді мен қызымен беріп қойдым. Қалай түсесіңдер? Ұлы күн. Дұрыс. Қай күнді айтып тұр ұлы күнде? Наурыз туралы айтып тұрмыз, иә, мына жерде қарағанда. Атқар қандай қасиетті міндетін дейді. Қандай қасиетті міндетін? Қасиетті міндетін. Дұрыс айтады. Күн мен түннің теңелгенін қасиетті күнге бағалап тұр, иә, мына жерде. Жаратылыс нұрын бөліп жаратқан дейді. Жылына бір теңелген сәт күн мен түн. Өз жылына бір рет теңеледі ол күн мен түн. Ол сол наурызға келіп келген, иә, 22-ші бізде. Аққа тиіп ағайынның ауызы дейді. Арты бір күн наурыз көже маңызы дейді. Аққа тиіп дегенде мен қызылмен беріп қойдым. Ақ деген сөз бұл жерде подразумевается молочные изделия. Біздің сүт тағамдары бар ғой, біз қандай сүт тағамдар білесіңдер? Құрт, ірімшік, тағы да. Не жасалсын? Айран, май. Осының барлығы ақ деген сөздің астарында сүт тағамдар деген жатыр ма? Ақ деген бұл таза, пәк. Бұл жерде аққа тиіп ағайынның ауызы деп көрді ма? Көктемде малдар төлдейді, сүт көбейеді деген сөз, иә? Сонда ақ деген сөз түсіндіңдер ғой? Ақ деген бұл символ ретінде айтып тұр бізге. Одан арты бір күн наурыз көже маңызды. Ол кезде қандай тағам бізде маңызды? Наурыз көже. Наурыз көже неше түрлі тағаммен жасалады? Ішіп көрдіңдер ма? Аха, жақсы. Бойындағы нәрін берген аямай, табиғаттың адамға жоқ қарызы. Табиғат деген не? Табиғаттың адамға қарызы жоқ дейді. Табиғат бізге не береді? Бәрі береді ғой, табиғаттан бәрі аламыз, е? Сондықтан біз табиғат не істеуіміз керек? Аялауымыз керек, е? Дұрыс айтасыздар. Енді қараңдаршы, бұл жерде
мынандай жақсы момент бар. Автордың көңіл күйін айтты. Автор қандай көңіл күймен жырлап тұр осыны? Көңілді, қуанышты, мақтаныш, шаттық, дұрыс жаңағы айтып еді жаңа сөз шаттықпен жырлап тұр дейді, иә? Наурыз көже туралы айтты. Наурыз көже туралы, аңыз туралы айтты, мақтанып, иә? Ол біздің ұлттықтаған ғой, иә? Тоқшылықты негізейтін, тоқшылықты айтатын наурыз көже, ішіне барлық тағамдарды қосамыз жаңағы. Тағы да не айтасыңдар? Табиғаттың адамға мейірімін көрсетеді. Иә, дұрыс айтасың, табиғаттың адамға мейірімін көрсетіп тұр, иә? Тағы да? Тағы қандай? Табиғат бізге барлығын беретінін және табиғатты аялап қорғауымыз керек. Иә, аялап қорғауымыз керек. Сонымен енді қандай қорытындыға келеміз? Негізгі ой, мына автордың көңіл күйі қандай? Наурыз көжеге Осыны табу керек сенге. түсінетін Аха. Бұның қандай көңіл күй, настроение ма көңіл күйде? Мейрамды айтып тұрса қандай көңіл күй бар бізге? Қуанышты, көңілді, дұрыс айтады. Осыны сұрап тұрмын ғой сендерден. Осыны өте жақсы, дұрыс айтады. Осыны табу керек болатынсыздар балалар. Ал енді келесі мен сіздерге мынандай бір тапсырма дайындадым. Асықтар шеңбер дейді. Сендерде жаңа болды деймін мақсаттар, білесіңдер ме? Сөз тіркестерін беремін, тұрақты сөз тіркестерін беремін. Сонымен сөйлем құрап көрейікші. Мен мына наурызға байланысты сөз тіркестерін, тұрақты тіркестерді алдым. Осымен сөйлем құрап көрейік кәне. Жаңа жыл жарыққа кел дейді. Мері, қандай сөйлем құдай аласың? Біз жаңа жылды қарсы алғанда жерұлықпен көреміз, жақсы көңілмен көреміз. Жоқ, осы мынаны прям тұрақты тіркестің сөйлеміне кіргізші. Жаңа жыл жарыққа кел. Жаңа жыл жарыққа Үлкендер не деп бата береді? Осы батаға кіргізеді ғой осы сұрақ сөзі бізде. Үлкендер айтады, үлкендер жаңа жыл жарыққа жарыққа кел деп бата береді. Сөйлемге кірістіріңдерші, маған сөйлемге кірістіргендерің керек болып тұр, жарай ма? Келесі, ұлттық ойындар дейді. Кім құрайды ұлттық ойындар? Ал Наурызда ұлттық ойындар ойнайды. жарайды, келісемін. Бар. Ұлыс күні дейді. Ұлыс күні. Қайда айтады ұлыс күні деп? Ұлыстың ұлы күні деп қазақтың наурызын айтады. Дұрыс айтады. Не осылай сөйлемдер құрамыз керек балалар? Көрісу күні дейді. Ол қандай күні? Көрісу күні деген білесіңдер ма? Естіген бар ма? 14. Дұрыс айтып отыр Айсұлу. 14 күні адамдар не істейді? Бір-бірімен құшақтасып көріседі. Қыстан аман шықтық дейді, иә? Көрісуді айтады. Ал келесі. Қадір түні. Сөйлем құрыңызшы. Қадір түні биыл қай күнге келіп тұр? Кім біледі? 22 емес. Жоқ. 16. Дұрыс айтасың. 16-сына келіп тұр. Ал сөйлем құрап жүрмеші осы. Қадір. Қадір түні 16 наурызда тойлайды. 16 наурызға келеді, иә? Ақ мол болсын деген. Қане сөйлем құрайық. Ақсақал ақ мол болсын айтады. Жарайды. Жақсы. Ұлы соң болсын. Қане, ұлы соң болсын. Ақ болсын, ақ жол болсын. Дұрыс айтады. Ұлы соң болсын, ақ мол болсын деген бар, иә сөйлем. Қайталап кетті ма? Әлі болып қойдық па бәрі? Болып қойдық қой деймін, иә? Ал келесі. Мына суреттерге қарап, болжаңдар дейді. Мына суреттердің бүгін тақырыпқа қандай қатысы бар демейсіздер? Вообще, какое отношение имеет? Қалай ойлайсыңдар? Қандай біздің тақырыпқа? Атейш тұр, иә? Тастар бар екен, айна бар, бас киім бар, от бар. Қандай айтады? Халықаралық мереке туралы болуы мүмкін деп ойлайсың, иә? Әртүрлі қалай болады? Әртүрлі нация туралы. Иә, әртүрлі ұлттар туралы болуы мүмкін, иә? Нация деген ұлттар, дәстүрлер туралы болуы мүмкін. Дұрыс айтасыздар. Осы суреттерге байланысты қазір жұмыс жасаймыз балалар сендермен. Келесі, мәтінмен жұмыс жасаймыз қазір. Мен сендерге мынаны бекет бөліп топқа. Топта қазір мәтінмен жұмыс жасайсыңдар. Осы, мысалы, бірінші Иран. Қай кімде Иран тұр? Иран елі. Бізде мына ғой не Иран елі? Өліп жатырсыз ба? Иә. Жоқ, мынау ма Иран? Жоқ, мынау Иран. Дұрыс ортасына екеуі шатаспау ма? Мынау Иран. Одан кейін келесі Әзербайжан. Әзербайжан, сендердікі Әзербайжан. Одан кейін тәжіктер. Сендердікі тәжіктер болды. Сендердікі Түркия халқы. Түркия сендердікі. Міне, өзі 4 мемлекеттерден азатқа берілген, 4 азат жолда 4 мемлекеттің, 4 елдің тойлау дәстүр туралы айтылған. Осыны оқып танысайық. Қане, Иранды кім оқиды? Иран. Оқыш. Біледі.
Наурызды тойлауда әлем Тойлауда. халықтарының өзіндік ерекшеліктері бар. Аха. Дегенмен барлығына ортақ бір даналық заң бар. Ол наурызды жаңа өмірде басып деп құрметтеу, шат келемеу, қарсы алу. Аха. Иран жерінде наурыз 13 күн. Осыны енді бірге топпен талдай беріңдер, аудара беріңдер, мәтіннің мағынасын түсініңіздер. Екінші, Әзербайжан оқиды. Кім оқиды Әзербайжанда? Біреу оқи салдар, аха. Әзербайжанда наурыз 5 күн тойланады. Наурызға Сендер бірге перевод етеді. 4 сейсенбі атап өтіледі. Бұл сейсенбілер суық, от, жел және жерді білдіреді. Соңғы сейсенбіде балалар көшелердің есігін қағып бас киіммен қалдырып кетеді. Үй иесі бас киімді танып, сол үйге арнайы сыйлықтар алып береді. Жақсы, енді қалда отырды өлең немені сұрайын қазір. Тәжіктер оқиды. Оқи ғой. Тәжіктердің исра 20 деп аталым кісідер. Бұл тағам ұшқарының бас иғары мен байдың бидайдан әзірледі. Құрыза тәжіктер атқан. Үстінен су себебі ал батыс жақта адамдар отын үстінен келеді. Жақсы, енді қалда отырды қазірге айтады. Ал Иран, не ұқтыңдар? Иран қалай тойлайды екен? Иран. Неше күн тойлайды екен Иран? Неше күн тойлайды екен Иран? 13 күн тойлайды екен мәтінде дұрыс. Иә, тағы да, не айтылған? Үй тазалайды деген қалай түсінді? Наурызды тойлауда әлем Үйді тазалайды деген не? Убирайте дома, чистить дом. Одан кейін келесі. Жаңа киім-кешек сатып аласыз дейді. Ол не киім-кешек дейді? Иә, одежда таппай қойды, ана ғой. Ол наурызды жаңа өмірдің басы деп үйрентеу, шат өмірмен қарсы алу. Ол не деген сөз, оны қалай түсіндірсе? Наурызды жаңа өмірдің басы дейді. Начало новой жизни деп басталады. Не? Дұрыс айтады. Тағы да қалып қалды ғой, тағы син әрпінен басталатын жеті түрлі тағам дейді. Ол не? Тағам деген не? Дастархан, қарсы, алексей. Ага, син, который начинается на букву син, 7 блюд ел, они, оказывается, ставят на стол. Одан кейін, смотрите, айна деген не? Зеркало. Шам деген не? Свечки, мынадай немелер, иә? Су құйылған ыдыс дейді. Сендер айтпадың, бажа айтады. Су құйылған. Иә, налитая вода обязательно не должен быть. Содан қызыл балық дейді. Красный, дұрыс айтасың. Одан боялған жұмыртқа дейді. Иә, одан тиын дейді. Ол не тиын дейді? Копейка. Тиыннен ақша дейді. Ал айтыңдар. Изобретание наурыз празднуется 5 дней. 5 дней. Если тойланады екен, аға. Сейсенбіден қайда өтеді? Көп сейсенбі атап өтеді. Шеңбеде Әзербайжанда өте ерекше наурыз тойланады. Оларда өте ерекше дәстүр бар. Қандай? Олар өз бас киімдерді есіктің алдында қалдырып кетеді. Және де үй иесі бас киімді танып, сол үйге сыйлықтар алып Сыйлық апар. Және сіздерде бас киім болды ғой, көрдіңіз бе, головной убор. Сонда они оставляют головной убор у двери, и они должны узнать, чей это головной убор, и им несут подарок. У нас есть такая традиция? Нет, видите, у них интересная традиция такая. Так, келесі, бадж тамағы туралы тәжіктер. Ал, Таня. Тәжіктерде наурыз готовят блюдо под названием бадж. А бізде как называется? Наурыз көже. Там бадж көрдіңіз бе, ана дальше. Ол тағам дейді, қошқардың бас сирамы бидайдан әзірленеді. Баранин, голова и сирак деген ноги, да, аяқтарына. Сонда бізде холодильский тағам бар ғой, примерно соған ұқсайтын тағам болып тұрады ғой. Так, одан кейін не бар екен тағы? Білістіру дейді, что такое қоразды білістіру? Қораз деген жаңа сөйлейтін болды ғой, что такое қораз? Кто знает? Қораз деген не? Қораз деген не? Петух? Дұрыс айтады, петух. Значит, бой петуха. Атешке сөйлестерді короче. Интересная традиция, да? У нас же нет такого. Так, келесі түріктер. Не, да. В Турции Наурыз празднуют рано. Ага. Қыстың аяқталғанын білдіру үшін тұрғындар далада от жағады, ұлттық тағамдар пісіреді. Чтобы провести зиму, они Сжигают? сжигают Костер. Не, вот чай.
Вот здесь смотрите, у русских есть такое что-то, да? Костер сжигается когда? Масло, видите? Чуть-чуть есть похожесть. Есть даже? У них тоже, оказывается, делается. Вот они... Он не вот там цветы. Какое национальное блюдо? Как называется? Наурыз емес уже. Март бозуы деп аталады екен, иә? Тағы бір қызық бар екен, одан кейін сөйлеп қараңызшы. Халық жан жануарлардың үстіне су себеді. Су себеді дейді. Жан жануар деген не? Животные, домашние животные. Солардың үстіне су себеді. Брызгает воду, оказывается. Одан кейін батыс жақта адамдар оттың үстіне секіреді. Через костер? Через костер. Дұрыс. Мына мәтін түсінікті ма? Сода өзі негізгі не айтты бұл жерде? Не туралы айтты? Турцияда, Иранда, Әзербайжанда, Тәжікстанда қалай қойылғаны туралы айтты. Енді қазір осы немені балалар жиымен жасаған видео бар менде. Осыны жиыға Наурыз күніде, күніде жердің дүриде, шашылып ырыс шанақтан, шақырып бірі-біріді, шаттанушы еді біріді. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақтанушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. жиынның жасаған видеосына не көрдіңдер? Қандай салт дәстүрді көрдіңдер жаңағы оққан? Не көрдіңдер? Аға, не болды текстегі? Адамдар Ол түсіне секірген көрсетті. Ұлттық тағам Түркияныкын көрсетіп жатыр. Тағы не көрдіңдер видеосы? Қалай? Әтештері төбелескен көрсетті, қораздан тағы да. Малға не істедіңіз? Су шашты. Тағы не көрдіңдер? Арқа тартқан болды ма? Болды. Сол жиынды бізге жасап берген Иран мемлекеті сендер ма? Сендер енді жаңағы мәтін бойынша, жаңағы видеодан көргендер бойынша постер жасады. Содан кейін қазір постерларды айтасыңдар маған. Так, тәртіптер. Енді раждание. Дұрыс айтып енді Түркия алды. Ал осыны алдына желім көп қойды, сонымен аласыңдар да, ал жабыстырып, маған мына постерлар соларды. Ал жабыстырсаңдар бірігіп, вы можете встать, қастарына бірге барып тұрып жасай беріңіздер. Содан кейін кім қай сөйлемді айтасыңдар, соны дайындап тұрыңдар, иә? Кім жабыстырып болды, содан сөйлемдерін әйделендір, е? Кім не айтады? А болдыңдар ма? Кім болды? Қай топ болды? Айтамыз. Қандай сөйлесіп көрдіңіздер, не көрдіңіздер, соны айтамыз. Тезірдей. Қайсың ба? Ал басай. Оқымайды.
не көрсеткен айтылады. Бір сөйлеме. Тәжіктер наурызда бас істеген Тағам жасайды, дұрыс. Қане. Дұрыс, алған тартпақ бар дейді, аға. Сен не көрсетесің? Айта. Енді айтамын. Айтылады, говорите. Иран? Иран, традиция, которую читали тексты, монета, Тиен. горка, Горка, и жина говоря, қазақша айтады. Дастархан, да? Дастархан жайды. Тағы сен айтшы. Не бар? Не айта аласың? На суреттерден. Не қояды дастарханға? Что ставят на дастархан? Дастарханда су бар. Су бар. Содан кейін? Қыз бар. Қыз? Ой. Қыздар жинап жатыр, иә үйде? Сен айта ал, не көрсетсің? Там тұрған бір ішінде? Как это? Қызыл? Қызыл. Мал қоясың, иә? Содан кейін боялған жұмыртқа қояды. Боялған жұмыртқа тағы қай ұлтта қоюшы еді? Орыстарда, пасхада қойылады, иә? Дұрыс, жақсы отырыңдар. Ал сендер қандай ұлтты айтасыңдар? Әзербайжан. Айта қойыңдар. Дұрыс, 5 күн тойланады екен. Наурызға дейін 4 сейсенбі өтеді. 4 сейсенбіде атап өтеді, дұрыс аға. Одан кейін? Оларда өте ерекше дәстүр. Олар тақияны және баш киімдерін есіктің алдына қояды. Дұрыс, жақсы. Неден жағып қосасың? Олар өте ерекше дәстүр бар. Дәстүр бар. Жарайды, жақсы. Ал, қайда айтып жөнді? Ұлттық тағам көп түсті. Иә. Ұлттық тағам. Содан кейін? Халық жан-жануардан үсті су себеді. Су сепкен сурет бар екен, аға. Адамдар оттың үстіне секіреді. Оттың үстіне секіреді дейді. Тағы не айтып аласың? Бөзімі дәстүрі бар. Бозымы деген дәстүр жарайды. Ал жақсы, міне оқыдыңдар, алдарыңдар, постып жасадыңдар, бүйтіп. Сонымен осы мәтіннің негізгі ойы не болды? Наурыз. Халықтың дәстүрлерін наурыздың тойланатынын көрдік. Дұрыс па? Келісесіңдер ма? Менде осыны табу керек болды. Жарай ма? Так, бірінші міне, бүркіт сұрышты кім оқитынына сөйлемді? Оқи ғой. Наурыз мен кесен барлық шығыс халықтары тойлайды. Аха. Ал енді қара, қайсы етістік бұл жерде? Тойлайды. Енді бұны біз бюрокрайға айландыруымыз керек. Тойла? Сын. Дұрыс, тойла сын деуге болады, е? Немесе тойла жүк деуге болады, е? Так, келесі. Мына сөйлем. Кім оқиды? Оқи ғой. Наурызға күнден теңелсін. Теңелсін. Иә, бұл жерде етістік қайсы? Теңелсін. Енді осыны басқа бір жақта тағы айтып қойыңдаршы. Теңелесін. Теңелсін. Ал, оған қиналысына келесі бір сөйлемді берейін. Кім оқиды? Ал, оқи бәрі. Наурыз көжеге жетейін деген шығарғаны Жасайды. Қалай жасайды? Қалай ауыстырасың? Жасайды деуге болады тағы да. Жасасын деуге болады. Жасамыз. Дайындап бар жасамыз. Жасаңыз болады дұрыс. Жасасын деуге болады дұрыс айтасыңдар. Міне әртүрлі жақта жіктеп айтып жатырсыңдар, е? Келесі. Қазақтың ұлттық ойындарын ойнаймыз дейді. Қайда кетістік? Ойнаймыз, қайда ауыстырайық? Ойнасын. Ойнаңдар. Ойнаңыз деуге болады. Ойнасын деуге де болады, дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Андрей, оқышы, что-то бүгін не бересің ғой? Ақсақалдар бата береді. Аха, қайсы етістік? Етістік береді, ал ауыстырып қой. Берсін, тағы да қалай беріңіз? Беріңіз деуге де болады, дұрыс. Берейік. Ол берсін. Аха, ол берсін деуге де болады, жақсы. Енді қазір, мына алдарында бағалы парақ бар ғой, соны алдарда бір-бір өз-өздерінде бұлай ауысып бір-бірлеріңді бағалаңдар, ауысып бағалаңыз бір-бірлеріңді. Мысалы,
қараңыз қасына. Қайсысы түрлерді бағалап жасады. Бірақ мен анықтап жазып қойған қайсысына қандай балл объективіне қоямыз. Иә, дұрыстап. Сонымен бюро құрайды түсіндік қой, е балалар? Бюро құрайды деген ұқтық қой. Бағал болды ма? Кім асырақ жұмыс жасады, мен сіздерге жеке жұмыс беріп тұрмын тағы да балалар. Ортаға асырсыз деді, ручкой возьми. Қайда етсіздер, қайсысы? Сен ертең оңыз негізді кел. Бағалы болдыңдар ма? Бағалы болса да рас. Бағалау парағын өткізді, мен одан өзім қарап, ары қарай тағы да өзім қарап бағалаймын, е? Бүгін сабаққа жақсы қатысып отырған балаларға Таня өте жақсы қатысып отырдың. Одан кейін Амина жақсы қатысып отыр, Мебель жақсы қатысып отыр, Айсұлу, Грек жақсы қатысып отыр, Артем қатысып отыр жақсы. Одан кейін Никита қатысты, е? Аяжан, Данияр өте жақсы қатысып отырған балалар деп бағалаймын мысалы сендер. Ал болды ма? Бағалау парақтарыңды жинап қойсаңдар қазір ал. Енді келесі. Кері байланысқа шығайық. Бүгін кері байланысқа шығайық. Мен қазір сұрақтар қоямын, осы сұрақтарға сөйлеммен жауап беремін. Жарай ма? Маған не қызық болды? Жауап берейік. Маған не қызық болды? Айталым. Маған әртүрлі ұлттардың наурыз қалай тойлайтындары қызық болды, иә? Жақсы. Тағы да Таня, саған не қызық болды? Маған қызық болды. Өйткені мен білмедім. Басқа ұлттар қалай тойлайтындарын. Қалай тойлайтындарын, иә? Аха, жақсы. Аяжан? Маған халықтардың дәстүрлері қызық болды. Иә. Никита, саған не қызық болды? Что было интересно бүгін сабақта? Не қызық болды? Сен айтшы, Данияр, саған не қызық болды? Түркияда қалай наурызды қалай тойлады сол қызық болды, иә? Жақсы, келесі сұрағымды қояйын. Бүгін сабақта не білдім? Не білдім? Дәстүрлерді білдім. Наурызды білдім ба? Наурыз қалай тойлайтынын білдім, иә? Таныстым, жақсы. Немені? Бюрократы қалай жасау керектігін білдім дейді, аға, жақсы. Таня, саған не білдің сабақта? Мен әкімшілер қалай наурызды тойлайтынын білдім. Жақсы. Андрей, сен айтшы білдің? Не білдің? Что узнал? Улус күні. Улус күні қалай тойланатынын білдің бе? Иә. Аяжан айта ғой. Түркияда қалай Түркияда адамдар оттың үстіне секіретінін білдім. Дұрыс, оны мен де білген жоқ, мен ана орыстарда ғана бар екен ойлайтын, демейді, секіріп жатады ғой. Аха, сен қадір күні, е? Ораз айында қадір күні болады, е? Жақсы. Енді соңғы сұрақ. Маған не қиын болды? Ал, что трудно болды? Төс қиын болды. Білек, саған не қиын болды? Иран, жерінде наурыз үш күні. Сол қиын ба екен? Трудно было? Что было для тебя трудно, я задала? Болған жоқ па қиын? Бәрін жасадың, е? Қиын болған жоқ, е? Аха, айта ғой. Маған әртүрлі елдер наурыз қалай тойлайды кішкене қиын болды, иә? Соны аударған, түсінген қиын болды ма сонда? Жарайды. Ал кімге не қиын болды? Маған ең мәтін қиын болды, иә? Кішкене. Жарайды. Кішкене сөз қор керек, е? Түсіну үшін, иә? Саған не қиын болды? Бюрократ қиындау болды, иә? Жарайды, тағы да түсіндіріп беремін саған өзіңе жеке. Бұл бала ауырып жатыр да бірнеше жоқ болған. Содан кейін онша түсінбей жатыр ма? Саған
бәрі ең болған жоқ ештеңе бәрі жақсы болды иә жақсы бүгін сабақ ұнады ма сендерге иә жақсы бүгінгі қатысқан мұғалімдерге де рахмет сабағымыз осымен аяқталды